жоқпын. Өткендегі сабақта сіздер болған жоқсыздар ғой деймін. Жарайды, онда тақырып бастайық. Ең алдымен маркетинг зерттеулеріне не үшін қажет? Бұл шын мәнінде соншама қорқынышты нәрсе емес. Маркетинг зерттеулер біздің, мен түсіндім, сіз болмадыңыз. Жарайды, онда негізгі осы маркетинг зерттеуіне назар аударайық, көңіл бөлейік. Маркетинг зерттеулер біз жасасақ, қандай артықшылық болады, қандай бізге деген, қалай ол біздің бизнес жоспарымызға көмектеседі, қалай ол бизнес ашуды, бизнес идеямызды іске асыруға қандай көмек көрсетеді. Алдын ала бұл бәсекелестер алдындағы артықшылыққа алып келеді. Өйткені сіздер нарықты зерттеп, баға білесіздер, бәсекелестерді бәрін таңдайсыздар, көресіздер. Сонымен қатар нарықтағы жағдайды түсіну. Әрине сіздер нарықты зерттеген кезде бәсекелестерден қандай артықшылықтары бар, қандай кемдіктері бар, соның бәрін зерттеп, талдап, содан кейін ғана өз бизнесіңізді ашасыздар. Бұған қоса бизнес пен инвестициялар жөніндегі сұрақтарға жауап аласыздар. Деректерді жинап, өңдеп және талдап аласыздар. Және де маркетинг зерттеулер нәтижесінде басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық талдау қорын құра аласыздар. Бұл бәрі де сіздердің болашақтағы бизнестеріңізді ашуға көмек көрсете алады. Егер сұрақтарыңыз болса, осы сұрақтарыңызды дереу жазуларыңызды өтінем. Өйткені әр слайд бойынша сұрақтарыңыз болуы мүмкін, немесе өз бизнестеріңізге қатысты сұрақтарыңызда болса, жазуларыңызды өтінем. Бізде негізгі мәселелер болып келесі тізім табылады. Бұл нарықтың сыйымдылығын анықтау. Негізінде осы маркетинг зерттеу жасаған кезде біз алдымызда әрине мақсат қоюларымыз керек, және де негізгі мәселелер қоюларымыз керек. Өйткені ондай қоймай біз нарықты дұрыстап зерттей алмаймыз. Нарықтың сыйымдылығын анықтау дейді. Бұл не? Нарық деген өте үлкен түсінім. Сондықтан біз осы әрқайсымыздың бизнесімізге қатысты, сол салаға қатысты нарықты зерттеуіміз керек. Нарықты зерттеген кезде ақталмаған тәуекел мен шығындарды шығады, оны да зерттеп, алдын ала есептеп қоюларымыз керек. Соған қосымша келесі мәселе бұл нарықтағы өз үлесінді анықтау. Әрине, осы нарықта біз қай болсын салада бизнес ашсақ, ол бизнестің ішінде қандай үлес ала аламыз, қандай үлеске біз кіріп, соның ішінде өз бизнесімізді ашып жүргізе аламыз деген сұраққа жауап беру үшін осы нарықтағы үлесті зерттеу керек, анықтау керек. Бұл негізінде нақтылау, стратегиялық жоспар. Стратегиялық жоспар жазамыз. Стратегиялық өзіміздің болашақтағы бизнесімізді қалай дамытамыз, қалайша оның алдында қандай да мақсаттар болады, соның бәрінде біз жазуларымыз қажет. Келесі бұл сұранысты талдау дейді. Тұтынушылардың қылықтарын талдау, жылжыту жолдарын оңтайландыру, жарнамалық стратегия. Әрине біз сұранысты талдауымыз керек. Біздің ойластырған бизнесіміз қаншама қажет, оған сұраныс бар ма, жоқ па, тұтынушылар бар ма, жоқ па. Мүмкін сұраныс өте аз, ал осы саладағы компаниялар өте көп. Ондай жағдайларда болады. Ол кезде әрине ондай компания тура сондай бизнесті ашудың қажет жоқ. Сондықтан немесе ондай бизнес ашса да, бәр жағынан зерттеп,
одан артық болып түсу керек. Бәсекелестерден артық болып, оған қоса тағы да бір қызметтер көрсету жолдарын ойластыру қажет. Келесі мәселе бұл бәсекелестерді талдау, ұсыныстарды талдау дейді. Әрине біз бәсекелестерді толықтай талдауымыз керек, толықтай зерттеуіміз керек. Оларды тура біз сияқты мәселен бизнес идеяларын іске асырып жатыр. Біз енді ғана нарыққа кірейік десек, олар бұрыннан бері осы бизнестерін жүргізіп жатыр. Оларда тәжірибе бар. Бізде әлі тәжірибе жоқ. Сондықтан біз бәсекелестердің барлық жолдарын, барлық қандай да болса жарнама етсе де, немесе қалай да өз тауарларын жүргізсе де, өткізсе де, соның бар жағынан қарауымыз керек. Олардың кемшіліктері мен артықшылықтарын да дұрыстап зерттеп талдауымыз керек. Өйткені ертең біз тура сол салада бизнес ашсақ, ол бизнес едәуір өркендеп, едәуір дамып кету керек. Ол үшін біз бәсекелестерді талдап, бәсекелестерді зерттеп, ұсыныстарды талдап, соған қосымша солардың бәрін талдап зерттеп, бір пікірге келіп, қосымша қызметтер, тағы рет қайталайым, қосымша қызмет көрсету, немесе қосымша тауарлар енгізуіміз керек. Не үшін? Бәсекелестерді артқа қалдыру үшін. Нарықтағы өз үлесімізді көбейту үшін, өз үлесімізді кеңейту үшін. Келесі негізгі мәселеге жататын өткізу жолдарын талдау. Әрине біз өнім шығарсақ, немесе бір қызмет көрсету ұсынсақ, немесе тауар сатсақ, оның өткізу жолдарында талдап, оны өткізу жолдарында ойластыруымыз керек. Өнімді соңғы тұтынушыға дейін оңтайлы жүргізілуі дейді. Соңғы тұтынушыға жеткізу үшін соның бар жағынан қарастырып, бар жағынан ойластырып отыруымыз керек. Бұл слайд бойынша сіздерде бар мекен сұрақтарыңыз? Сұрақтарыңыз болса, бірден жазуларыңызды өтінемін. Келесі слайдта міне мен сіздерге салып қойдым маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттарын. Бізде бұл негізгі 8 бағыты бар. Бұл нарықты зерттеу кіреді оның ішіне. Қосымша бәсекелестерді зерттеу кіреді. Тұтынушыларды зерттеу, тауарды зерттеу, тауар қозғалысы мен сатуды зерттеу, өткізу мен жарнаманы ынталандыру жүйесін зерттеу, бағаны зерттеу, нарықтың фирмалық құрылымын зерттеу. Осының бәрі де маркетинг зерттеулерінің негізгі бағыттары болып есептеледі. Өйткені біз тағы бір рет қайталайын, нарықты зерттеген кезде жалпы нарық емес, негізгі нарықтың ішіндегі қандай нарық бізге қызықты, қандай нарықты негізгі біз қандай нарықты зерттеуіміз қажет, тоқталып, соны толықтай зерттеулеріміз қажет. Нарықты зерттеу нәтижелерінде біз кім біледі, нарықты зерттеу нәтижесінде біз не ұтамыз? Біз кірісті ұтамыз. Бізде кіріс көбірек болады. Егер біз бизнес ашсақ, бізде кіріс көбірек болады. Бізде мүмкіндік көбірек болады. Және де біз бәсекелестер алдында бірнеше қадам алдында болып отырамыз. Маркетинг зерттеу өткізгенде біз нарықты зерттеген кезде негізгі мәселелер қоюымыз керек, негізгі мақсат қоюымыз керек алдымызда. Өйткені ондай мақсатпен мәселелер қоймасақ, біз нарықтың қажетті саласын толықтай зерттей алмаймыз. Қосымша, мәселен, екінші этапқа көшсек, ол бәсекелестерді зерттеу. Бәсекелестерді зерттеу бізге де өте маңызды. Оған да бұл да негізгі бағыты болып саналады маркетинг зерттеудің ішінде. Бағана мен айттым алдында, бәсекелестерді зерттеген кезде олардың
бағасын да зерттейміз, тауар болса тауар түрлерін зерттейміз, орналастырған орындарын зерттейміз, қай жерде орналастырды, кім олардың тұтынушылары, кім олардың клиенттері, қалай өткізеді өз тауарларын, немесе қызмет көрсетсе де, өнім шығарса да, бәрібір оның өткізу жолдарын біз зерттеуіміз қажет. Зерттеу тек қана жай статистика ғана емес, біз оны зерттеу нәтижесінде талдауымыз қажет. Сондықтан бұл да өте маңызды болып есептеледі. Қосымша тұтынушыларды зерттеу. Әрине, біз тұтынушыларды зерттемесек, біз ертең онда біздің бизнесіміз құлдырауы мүмкін. Кімге біз оны өткіземіз? Кім біздің тұтынушымыз? Кім біздің клиентіміз? Соның бәрін де біз алдын ала білуіміз керек. Бұған оның жасы да кіреді, жұмыс істей ма, істемей ма, немесе бұл оқушы ма, студент па, жоқ бұл зейнеткер ма, соның бәрінде, және де қосымша жынысын да алдын ала біліп отыруымыз керек. Келесі тауарды зерттеу. Тауарды зерттеу негізгі осы біздің шығаратын өніміміз, немесе бұл сатылатын тауарымыз, немесе көрсететін қызмет. Соның бәрін де зерттеуіміз керек. Қалай біз оны зерттейміз? Тауар түрлерін, олардың бағасын. Егер біз өнім шығарсақ, оның қабын, упаковкасын дейміз ғой, соның бәрін де қарастыруымыз керек. Бізде өзіміздің брендіміз болса, өзіміздің сауда маркамыз болса, оны да қарауымыз керек. Олар қалайша өзі нарықта көрсетілген, қалайша тұтынушылардың алдына өз тауарларын әкеп көрсеткен. Ол жағында бәрін де біз әрине қарауымыз керек. Келесі бұл тауар қозғалысы мен сатуды зерттеу дейді. Әрине бұл тауар қозғалысы, қалай бұл тауар, өз тауарын олар жарнама етеді. Немесе қалай өз тауарын осы нарықта көрсетеді. Қалайша оның бәрінде сатады. Кім арқылы сатады? Олардың бір сауда точкалары бар ма? Немесе басқа бір партнер дейміз ғой, партнерлар бар ма? Соның бәрінде, бар жағынан да біз оларды зерттеуіміз қажет. Келесі өткізу мен жарнаманы ынталандыру жүйесін зерттеу дейді. Қалай біздің бәсекелестеріміз өз тауарларын өткізеді? Қалай өздерін жарнама етеді? Өз қызметтерін, немесе тауарларын, немесе өнімдерін қалайша олар жарнама етеді? Қалайша олар елге танымал етеді? Қалай бұл компания елге танымал болды? Сол жағын бәрін де біз зерттеуіміз қажет. Зерттегенде әрине біз осы сұрақтарға жауап тапқан кезде бізде ой пайда болады. Олар былай істеген, мен керісінше оны басқаша жасаймын да, одан өтіп шығам деп. Сондай жақсы бір бизнес идеялар пайда болу керек. Келесі бағаны зерттеу. Әрине, бағаны зерттеу дегенде маркетинг зерттеулердің ішіне жатады. Бағаны қалай зерттейміз? Қай бағамен сатады? Тауар, қызмет немесе өнімдерін қандай бағамен сатады? Ол баға қайдан құралады? Әрине, оның ішіндегі мәселен олар бір өнімді шығарса, оған қоспалар немесе тағы да басқа тауарлар сатып алады. Техникалық жағы бәрі де бағаны құрайды. Сон бағаны құрастырған нәрселердің бәрінде біз санауымыз керек. Мүмкін бізде мүмкіндік бар, ол бағаны төмендету. Не арқылы төмендету? Оны да ойластыру керек. Мүмкін біз оған қоспаларды арзан бағамен аламыз. Олар қымбатталады, біз арзан аламыз. Мүмкін біз сапамен аламыз. Сол бар жақтарында біз осы бағаны зерттеп, алдын ала өз бизнес идеямызды, өз бизнесімізді алдын ала дамытамыз. Нарықтың фирмалық құрылымын зерттеу дейді. Әрине, нарықта қандай фирманың құрылымдары бар, оның бәрін зерттеуіміз керек. Өйткені әр компанияның ішінде құрылымы әртүрлі болып ұсынады өз құрылымдарын. Соның бәрін зерттеп,
ең ыңғайлы және де оны ынталандырып, оны дамытып, өзімізге лайықты қылып жасай аламыз. Мына жерде мен маркетинг зерттеулерінің түрлерін көрсеттім. Бұл екі негізгі үлкен екі топқа бөлінеді. Бұл далалық зерттеулер мен кабинеттік зерттеулер. Әрине бізге ең маңыздысы бұл кабинеттік зерттеулер. Өйткені біз далалық зерттеулер бізге қажеті жоқ, бірақ кішкене оғанда тоқтап өтейін, сіздерге түсіндірейін кабинет пен далалық зерттеулердің екеуінің айырмашылығы. Далалық зерттеулерді үлкен маркетингтік немесе үлкен жарнама агенттіктері өткізеді. Олардың штаттарында көп адам тұрады, 50 шақты немесе 100 шақты адамдар тұрады. Олар біріншіден далалық зерттеулер деген ол бір жұмыс орында емес, ол бүкіл мәселен нарықтың саласында шығатын адамдар шығарады. Олар сұрау анкетамен жүреді да, сұраныс жасайды, елдерді ұстап алып сұраныс жасайды. Ол жерде ашық немесе жабық сұрақтар болады. Ашық сұрақтар дегеніміз олар тура бетке айтатын сұрақтар. Жабық сұрақтар дегеніміз тек қана шын мәнінде қандай мақсат қойылғаны көрсетілмей, тек қана сырттан беретін сұрақтар. Және де далалық зерттеулерді көбінесе жай қарапайым адамдар өткізеді, жалданған маркетинг агентство оларды жалдайды да, олар өздеріңіздер кездестірген шығарсыздар, дүкендерде немесе далада, көшеде адамдар сіздерден өтініш етеді. Бір 5-10 минут немесе 30-40 минут уақыттарыңызды бөліп жауап беріңіздер деп, немесе телефон бойынша звондайды да, 30-40 минут уақытыңызды бөліп бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Және де олар сіздердің жастарыңызды сұрап алады, сіздердің қай жерде жұмыс істейтіндерін сұрап алады да, содан кейін ғана бастап сұрақтар береді. Екіншіден, кабинеттік зерттеулер, бұл бізге жақын. Бұл үшін кабинеттік зерттеу өткізу үшін ондай үлкен штат, адамдардың штаты қажеті жоқ. Сіздер өздеріңіз интернет ресурстар арқылы өздеріңіз қарап, пайда болған сұрақтарға статистика агенттігінің мәліметтеріне қарап, өздеріңіз зерттеу өткізулеріңізге болады. Және де қосымша салқын қоңыраулар жүргізуге болады. Өздеріңіз бәсекелестер фирмаларға звондап, қоңырау шалып, солардан ең маңызды сіздерге қызықты сұрақтар қойып, сұрап аласыздар. Әрине, мен болашақтағы бәсекелестер емессіздер, клиент ретінде қоңырау шалып, солардың ең негізгі артықшылықтарын біле аласыздар. Маркетинг зерттеулерінің түрлеріне интервью, бақылау, сұрастыру, фокустық топ және де далалық зерттеулер жатады. Интервью, фокустық топ және сұрастыру мен бақылау көбінесе осы далалық зерттеулерге жатады. Дегенмен оларды кабинеттік зерттеулерге де қолдануға болады. Мәселен, бақылау мен сұрастыру. Бақылау болғанда тұтынушыларды үйреніштік қоршаған ортада бақылау, мәселен магазинге барып, егер бақылайсыздар, қандай продукты көбірек алады, қандай тауарды көбірек алады, оны тек қана сыртынан бақылап көруге болады. Интервью болса, бұл ашық сұрақтарға бойынша дара сұхбат беру, немесе дара сұхбат алу. Ол көбінесе салқын қоңырауға да қатысты деп айтуға болады. Сіздер бәсекелестердің бағаларын білу үшін, немесе бәсекелестердің артықшылығын білу үшін клиент ретінде звондап, қоңырау шалып, солармен сөйлесуге болады.
Келесі жабық сұрақтар тізімі бойынша сандық сұрастыру дейді. Бұл опросник дейміз орысша айтқанда. Бұл анкетамен жүретін адамдар. Осы далалық зерттеуге көбінесе жатады. Фокустық топта ол ашық сұрақтар бойынша топтық талқылау. Бірнеше адам фокустық топ деп аталады. Бірнеше адам, 10 шақты адам бір бөлмеге жиналып, бірнеше сұрақтарды талқылап, соған жауап береді. Келесі бізде мына тұтынушыларды саралау негізгі өлшемдері. Әрине біз тұтынушыларды саралауымыз керек. Оларға да бір өздерінің өлшемдері бар. Мәселен, бұл қызмет саласы бойынша трейдерлер дейміз. Трейдерлер деген трейд деген сауда деген сөз ағылшын тілінен. Сол сауда ететін компаниялар, өндірушілер, мәселен ет өңдеу комбинаттары деп айтуға болады. Өндірушілер компания және де сауда саттық жасайтын компаниялар. Бұлар қызмет саласы бойынша бөлінеді. Және де екіншіден бұл компания үшін маңыздылығы бойынша. Сонымен қатар компания клиенттің сауда жасау потенциалын бағалау өте маңызды болып табылады. Компания үшін қандай маңыздылығы бар? Негізгілері тұрақты, бір жолғы сауда жасайтын клиенттер. Тұрақты клиенттер ылғи да бір, мәселен, сүт маркасын ылғи сол сүт маркасын ғана алады. Ешқандай баға да қарамайды, сапасын да қарамайды, олар үйренішті болып кеткен, сондықтан олар тұрақты клиенттер болып есептеледі. Негізгі клиенттер бұлар көбінесе бір тауарлар топтары, сол негізгі тауарлар топтарын алатын адамдар, клиенттер, сол негізгілер болып аталады. Келесі аумақтық белгі бойынша біз тұтынушыларды бөлеміз. Қай аумақта қандай тұтынушылар? Мәселен, бір алматының ішінде, егер сіздердің араларыңызда бір сауда саттықпен бұрынғыда айналысқан адамдар болса, олар нақтайды. Например, мәселен, сату азық-түлік магазин дүкенін алайық. Азық-түлік дүкені осы біздің қаламыздың әр ауданында олардың ішіндегі ассортименті әртүрлі болып табылады. Өйткені бұл бір қала болса да, әр дүкенде басқа бір нәрсе өтеді. Мәселен, Медеу ауданында Первомайский колбаса өтсе, мәселен, жұрттардың арасында Түрксіб ауданында ол өтпейді, басқа марка өтеді. Сондықтан біз тұтынушыларды осы өлшемдермен нақты аумақтық белгі бойынша да санай аламыз, бөле аламыз. Келістен сатып алынатын өнім түрлері бойынша, әрине, бұл аумақтық белгі бойынша және сатып алынатын өнім түрлері бойынша екеуі де бір-бірімен өте тығыз байланысты. Осының бәрін бөлгеннен кейін және де бәсекелестердің бәрін талдап зерттегеннен кейін тұтынушылар үшін қосымша қызметтер, мәселен, мынандай қызметтер көрсетуге болады. Жеткізуді ұйымдастыру. Кейбір компаниялар клиенттерге өздеріңіз келіп алып кетіңіздер деп айтады. Ал сіздер тура сондай компания ашсаңыздар, тура сондай бизнеспен айналыссаңдар, жеткізуді ұйымдастыру мәселесінде қарастыруға болады. Несиелендіру, жинақтаушы жеңілдіктер, ассортиментті түсіндіру, презентация дейміз, тапсырысты қалыптастыру мен алу, тапсырыстарды сайт арқылы алу, бір жерден тиеу, соған қосымша рәсімдеу, бонустар және де құжаттарды рәсімдеуге көмектесу. Осындай қосымша қызметтер көрсеткен кезде компанияның беделі өседі. Сондықтан осы компания ел алдына танымал болады да, бұл компанияда кірісі көбірек болады. Осы компания дами береді болашақта.
Қорытындысы, біз маркетинг зерттеулер жасаған кезде негізгісі бұл бәсекелестерді таңдау, бәсекелестерді бәрін талдау, зерттеу, сонымен қатар салқын қоңыраулар арқылыдан. Келесі статистика агентстволар, интернет арқылы, интернет ресурстар арқылы, және де іскерлік басылымдар. Іскерлік басылымдар, мәселен, Forbes, Крыша, Колеса, коммерческая недвижимость сияқты басылымдарда да өте көп зерттеулер көрсетіледі. Нарықтың зерттеулері өте көп болады. Өз саласында әрине. Сондықтан осылардың бәрінде қолдана отырып, өз негізгі маркетинг зерттеу жүргізуге болады. Әрине біздің бизнесті дамыту үшін өз бизнесімізді ашқан кезінде, алғаш рет ашқан кезінде әрине маркетинг зерттеу жүргізу өте маңызды болып табылады. Бірақ егер біреу маркетинг зерттеу тек қана бастапқы кәсіпкерлер үшін керек, дамыған бизнеске керек жоқ десе, олар өте қателеседі. Маркетинг зерттеулер бастапқы кездегі ең жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін керек болса, дамыған бизнес компанияларға да өте маңызды, өте қажет болып табылады. Өйткені нарық бір жерде тұрмайды. Бүгін болмаса ертең нарықта өте көп өзгерістер болып жатады. Ол өзгерістерге мән бермеген компаниялар 1-2 жылдан кейін құлдырай бастайды. Немесе мүлдем жабылып кетеді. Өйткені олар кезінде, уақытында маркетингтік зерттеу жүргізбеген, маркетинг талдау жүргізбеген. Сондықтан ертеңгі нарыққа дайын емес, нарықтың өзгерістеріне дайын емес. Оларды бәсекелестер қуып жетіп, озып кеткен. Оларды қайтадан қуып жету өте қиынға тұрады. Сондықтан ең алдымен нарықты зерттеу керек. Нарықтағы негізгі бизнес ашылатын саланы зерттеу керек. Соның ішінде бәсекелестер тауарларды, тұтынушыларды, целевая аудитория дейміз, мақсатты аудитория, біздің негізгі соңғы тұтынушыларымызды бәрінде біз білуіміз керек. Алдын ала соларды есептеп санап қоюымыз керек. Өйткені біз нарықты білсек, онда болашақта болатын тәуекелдерді біле аламыз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойыңыздар. Мүмкін бірдеме түсініксіз болса, сұрақ беріңіздер. Мүмкін сіздердің негізгі бизнес салаларыңызда маркетинг зерттеу жүргізу керек, немесе маркетинг талдау жүргізу керек. Кім қандай бизнес ашқысы келеді, қай салада бизнес ашқысы келеді, немесе бизнестеріңіз мүмкін бар да шығар. Сол маған қызықты болар еді. Және де қосымша осы маркетинг бойынша, маркетинг зерттеу бойынша біз біраз талқылар едік. Мен сіздерге қазір мысал ретінде бір өзім өткізген нарық саласындағы өткізген шағын маркетинг зерттеу көрсетем. Бұл мұздалған жидектер нарығын екінші қайтара деректер негізіндегі маркетинг зерттеу. Бұлар негізінде мұздалған жидектер нарығымен байланысты.
Бұл негізгі мазмұны осы мазмұны бойынша осындай шағын зерттеу өткізген болатынмын мен. Клиент келіп, мен осы Алматыда жидекті мұздалған жидекті сатқым келеді, өзім жасап деп өзінің пікірін айтып, нарықты зерттеп берсеңіз деген сұраныс болған. Сондықтан мен осындай мазмұн бойынша мынандай зерттеу мақсаттары мен зерттеу нәтижелерін, зерттеу әдістерін бәрін жазып, осындай мазмұны бойынша кішкентай шағын маркетингтік зерттеу өткізген болатынмын. Біріншіден мен үш бөлікке бөлдім. Бұл нарық, бәсекелестік және де тұтынушылар. Осы негізі, маркетинг зерттеудің негізі, осы негізі бойынша мен осындай маркетинг зерттеу өткіздім. Нарықтың ішінде товардың жалпы мінездемесін көрсетіп, егер көрінбесе, оны үлкейтіп алуға болады лупа арқылы. Және де нарықтың құрылымы, нарықтың сыйымдылығы мен даму динамикасын көрсетіп, нарықтағы экспорттық импорттық көрсеткіштерін талдап, осы бойынша нарық саласы негізгі осы мұздалған жидек саласын, мұздалған жидек нарығын зерттеген болатын. Екіншіден, бәсекелестік. Әрине, мен жоғарыда айтқандай, өз бәсекелестерімізді біз білуіміз керек, және де өз тұтынушыларымызды білуіміз керек. Нарыққа осы бірінші топтамасына нағыз кішкене тоқтасақ, онда товардың жалпы мінездемесі, әрине бізде біз товар туралы айтып беруіміз керек. Товардың мінездемесі, қандай товар ашамыз, не үшін қажет, қандай оның жалпы мінездемелері бар, қандай кіріс болады, соның бәрін де осы жерде көрсетуіміз керек. Екінші, бұл нарықтың құрылымы, жалпы осы мұздалған жидектер нарығының құрылымы, қай жақтан келеді, қалай сатыла ма, сатылмай ма, біздің нарықта ондай бар ма, қандай үлесі бар ма, ондайдың жоқ па, соның бәрін де біз зерттеп осы жерде көрсетуіміз керек. Үшіншіден, бұл нарықтың сыйымдылығы мен даму динамикасы. Әрине, біз нарықтың сыйымдылығын зерттеуіміз керек. Бұл өте маңызды. Егер біз нарықтың сыйымдылығын білмесек, мүмкін жоғарыда мен айтқандай мұндай компаниялар көп, ал ұсыныстар, ал сұраныс өте аз болса, онда сондай бизнесті ашудың қажеті жоқ. Егер де нарықта керісінше ондай компаниялар мүлдем жоқ, немесе аз болса, ал сұраныс деген көп болса, ол жағдайда біздің бизнесіміз дамып өсе береді. Және де осы жерде біз сонымен қатар даму динамикасын бірден көре аламыз. Келесі, нарықтағы экспорттық, импорттық көрсеткіштерін талдаймыз. Өйткені бәрібір бізде отандық өндіруші бар ма, жоқ па, біз дегенмен бәрібір экспорттық, импорттық көрсеткіштерін көруіміз керек. Өйткені қаншама үлесі нарықтағы, қаншама үлесі экспорт импортқа байланысты, қаншама біздің отандық өндірушілерге байланысты көрсеткіштерді көруіміз керек. Келесі этап бұл бәсекелестік. Бәсекелестік орта мен нарықтың негізгі ойыншыларын талдау. Әрине, біз бәсекелес компанияларды өзіміз көруіміз керек. Бәсекелес компаниялардың дамуларын немесе құлдырап қалғанда бәрін де біз зерттеп өзіміз талдау жасауымыз керек. Және де осы нарықта, осы салада, нарықтың осы саласында істеп жүрген бәсекелес компания, біздің болашақтағы бәсекелес компаниялар,
ең негізгі ойыншылар, негізгі бәсекелес компанияларын зерттеп, талдап отыруымыз керек. Келесен маркетинг саясат, қандай маркетинг саясат біз қолданамыз, қандай маркетинг саясат біздің бәсекелестер қолданды. Соның бәрінде біз зерттеуіміз керек. Қалайша олар өз өнімдерін нарықта көрсеткен, қалайша олар өз өнімдерін өткізеді, жылжытады, қалайша жарнама етеді. Соның бәрінде біз көруіміз керек. Және де өте маңызды бұл бағалық саясат. Қандай бағамен сатып жатыр, неге сондай бағаны ұстап тұр, неге өсірмейді, немесе неге төмендетпейді. Бұл да өте маңызды ақпарат. Бұнда біз алдын ала таңдап біліп жүруіміз керек. Өйткені ертең өз компаниямызды ашқан кезде біз де бұл бағалық саясатын білеміз, әр компанияның, әр біздің бәсекелесіміздің. Сондықтан өз бағалық саясатымызды жазып отыруымыз керек. Келесіден бұл тұтынушылар. Біздің тұтынушылар өздері негізінде білу керек. Біздің тұтынушыларды біз білуіміз керек, тануымыз керек. Кім біздің соңғы тұтынушы, кімге біз сатамыз. Біздің бәсекелестердің тауарларын, олардың өнімдерін кім алады, кім пайдаланады. Олардың жынысын, олардың жасын бәрін де біз салыстырып, бәрін де талдап, зерттеп отыруымыз керек. Осы үш негізгі этаптан кейін біздің көзіміз ашылады деп болады. Біз білеміз, нарық үлесінде білеміз, нарық саласындағы даму мүмкіндігінде білеміз. Осы нарықта қандай мүмкіндіктеріміз бар, біздің бизнес идеямыз ары қарай дамып өсе ме, жоқ керісінше біздің бизнес идеямыз жарамсыз ба. Соның бәріне де жауап ала аламыз. Төменде мен осы зерттеуге байланысты зерттеу әдістерін, аннотация, зерттеу мақсаттарын, нәтижелерін және географиясын бірден осы жерде бірінші бетте жазамын. Зерттеу әдістерінде мен әртүрлі екінші қайтара деректерді салыстыру, бұл статистика агенттігі, сарапшылар мен сала мамандарының жарияланған пікірлері. Осының бәрі негізінде мен әртүрлі деректерді салыстыра аламын. Соған қосымша мен тағы да салқын қоңыраулар әдісін қолданамын. Осы екі негізгі әдістер арқылы мен зерттеу өткіздім деп айтуға болады. Зерттеу мақсаттары. Мына жерге қысқаша аннотация бересіздер. Осы өткізетін зерттеу жөнінде, маркетинг зерттеу жөнінде, және де зерттеу мақсаттарын көрсету керек. Осы зерттеу ішінде бұл біріншіден саланы отандық өндірушілердің өнімдерімен қамтамасыз етуді талдау. Ең бірінші мақсат. Екіншіден отандық өндірушілердің өнімдерін басымды пайдалану мақсатымен мұздаған жидектер нарығын құрылымдау жөнінде ұсынымдарды дайындау. Үшіншіден Ресейдегі жидекті мұздату өндірісінде қолданылатын өнімнің техник-экономикалық пен баға көрсеткіштерін салыстырмалы талдауды жүргізу. Қандай да болсын зерттеу өткізсеңіздер, ең алдымен Қазақстанды және Қазақстанды басқа мемлекеттермен салыстыру керек. Қазақстан мүмкіндіктерін қарау керек. Содан кейін одан әйін кішірейтіп, негізгі қала немесе облыс сіздердің көздеп отырған жерлеріңізден ашылатын бизнесті сол жағынан да қарастыру қажет. Келесі зерттеу нәтижелерінде біріншіден импорт алмастыруды ұйымдастыру мен қажетті өнімді шығару мүмкіндіктерінің пайда болуы. Екіншіден мұздаған жидекті өндіруде қолданылатын озық пен тиімді технологияларды таңдау. Осы зерттеу нәтижелерінде осы екі мәселе аламыз.
және де зерттеу географиясын көрсетеміз. Қазақстан нарығын облыстар мен ірі қалалар шамасында талдау. Осы біздің зерттеу географиясы болып табылады. Негізгі мазмұны, осы біздің маркетинг зерттеудің мазмұны осы болып табылады. Егер сұрақтарыңыз болмаса, сіздерге бір тапсырма берейін деп едім. Қазір біздің уақытымыз бар, жарты сағаттың ішінде өз бизнес идеяларыңыз бойынша шағын маркетинг зерттеу өткізулеріңізді өтінемін. Бұл жерде мен мазмұнды қалдырамын. Осы негізгі мазмұн сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Осы бойынша бір жарты сағаттың ішінде сіздер өз маркетингтік талдау жүргізсеңіздер деп ойлаймын. Егер бастасаңыздар, онда бастадым деп жазуларыңызды өтінемін. Жеті қырықта уақыт өтеді. 7:40-ға дейін сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Зерттеу өткізген кезде сіздер сұрақ қоюларыңызға болады. Зерттеу өткізу барысында қандай да түсініксіз болса, жағдайларыңыз немесе бизнес көздеген болашақта ашатын бизнестеріңіз жөнінде де сұрақтар берулеріңізге болады. Егер біреулеріңіздің бір мәселе туындаса, немесе ондай зерттеу жүргізе алмасаңыздар, жазуларыңызды өтінемін. Қандай да болсын, байланыста болып тұрыңыздар. Онда жазыңыздар. Мен ондай жасай алмаймын, себебінде жазыңыздар. Құрметті қатысушылар, егер сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қоюларыңызды өтінемін.
маркетинг зерттеу боюнча кандай сурактарыңыз бар, оны калайда бизнес жоспар жазган кезде калай колдонууга болот, кандай мүмкүндүктөр береді косумча, солардын жөнүндө да баарында соған қатысты сұрақтар қоюларыңызды өтінемін. Қай жағынан маркетинг зерттеу түсініксіз болып тұр? Қай жағынан күтіктеріңіз бар? Соның бәрін жазуларыңызды өтінемін. Мүмкін бизнес жоспар жөнінде де сұрақтарыңыз болады. Немесе несиелендіру жөнінде, бизнеспен байланысты сұрақтар, бизнесті дамыту немесе бизнесті ашу жөнінде сұрақтарыңыз болса қоюларыңызды өтінемін. Құрметті қатысушылар, егер де біреулеріңіз тапсырмаларыңызды жазғаныңыз болса да аяқталғансаңыздар жазуларыңызды өтінемін. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе тапсырманы аяқтағандарыңыз болса, сол бойынша, тапсырма бойынша қандай мәселе туындады, қандай мақсат қойдыңыздар, тапсырма жазған кезде осыған жауап берулеріңізді өтінемін. Вебинар біткеннен кейін сіздерге осы нарық зерттеу бойынша презентациясын және де осы мен өткізген маркетинг зерттеу, мұздалған жидектер нарығын екінші қайта разделіктер негізіндегі маркетинг зерттеу өткізген мазмұны бойынша материалдарды медианет ұйымдастырушылары жібереді сіздердің почталарыңызға. Жарайтында іске сәт, барлеріңізге жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар.